Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлушаш Ардаққызы. Мен Сана орталығының маркетинг бөлімінің спикерімін. Алдағы уақытта біз SMM-нің келесі тақырыбын зерттейтін боламыз. Инстаграмға көштім, Инстаграмда өз бизнесімді аштым, енді менің клиенттерім қайда? Неге менде сатылым жоқ деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ең бірінші, неге жоқ деп сұрайтын болсаңыз, жауабым, сіз өз тұтынушыңыздың портретін жасаған жоқсыз. Сіз барлығына бірдей өз тауарыңызды ұсынып жатырсыз, сондықтан да ол сатылмай жатыр. Мысалы, сіз егер өз тұтынушыңыздың портретін жасайтын болсаңыз, оны толығымен басынан аяғына дейін, яғни жынысы, жасы, тұрғылықты жері, жұмыс орны, оның отбасылық жағдайы, қанша баласы бар, ол балалар үйленген ба, үйленбеген ба, барлығын тізіп шығуыңыз керек. Оның қызығушылықтары не? Ол нені ұнатады? Соның барлығына жауап іздеп табуыңыз керек. Өйткені бұл сіздің жазатын текстіңізге, оның суретіне тікелей байланысты. Мысалы, сіз білезік сатасыз. Мысалы, оны 30 жастан асқан адамдарға сата аласыз, және жас қыздарға 20 мен 25 жас аралығында қыздарға да ұсына аласыз. Бірақ екеуінде екі түрлі триггер бар. Бірінші жастарды алатын болсақ, сіз айта аласыз, Пандора сияқты күшті білезік сатып алғың келе ме? Немесе трендтегі ең соңғы күшті білезіктер сатып алғың келе ме? Онда мына қолжетімді бағамен осындай түрін сатып аласыз. Бұл триггер жүреді. Енді 30-дан асқан немесе 40-тан асқан адамдарға сіз айта аласыз, құдағайыңызға әдемі білезік сыйлағыңыз келе ме? Тойда керемет сыйлық ұсынғыңыз келе ме? Онда мына білезікті сатып алыңыз. Бұл арнайы анаңыз үшін, немесе арнайы құдағайыңыз үшін керемет оюлармен көмкерілген, керемет гауһар тастармен жасалған, алтыннан, күмістен, барлығын, яғни триггер арқылы оларға жүретін, оларға өтетін сөздермен сатуыңыз қажет. Міне, яғни бір білезік 15 мың теңге тұрады делік. Оны сатып алатын адамның портреті. Алматы қаласының тұрғыны, студент, қызығушылықтары мода, сән, бижутерия, аксессуарлар, әдемі киіну, және де оның жалақысы кемінде 100 мың теңге болу керек. Өйткені оның күнделікті шығындарына қоса алғанда 15 мың теңгеге білезікті сатып алуға ақшасы болу керек. Егер ода ондай жалақы болмаса, әрине ол сізден сатып ала алмайды. Сондықтан да сізде сатылым болмайды. Енді екінші санаттағы адамдарға айтайық. Мысалы, Қызылорда қаласының тұрғыны, жасы 45-те, 3 баласы бар, үлкені 20-да, сізден осы 15 мың теңгелік білезікті сатып алу керек. Ол адамда міндетті түрде құдағайы, немесе әпкесі, мамасы, тағы да үлкен кісі болу керек. Ол білезік именно сол адамдарға ғана керек. Сондықтан сіз өз тұтынушыңыздың портретін жасамай жатып, оны ұсына алмайсыз. Сол үшін сізде сауда болмаған да шығар. Енді осы қателіктердің барлығын өшіріп, қайтадан жасап көріңіз. Енді біз өз тұтынушымыздың портретін жасадық. Осыны табу үшін ақылы жарнама, яғни таргетинг жіберуіміз қажет. Таргетингке қанша ақша жұмсау керек? Қанша ақша салсам, маған бірінші клиенттер келеді деген сұрақтарыңызды келесі видеода талқылайтын боламыз.